СССР қоғамындағы қазақтарға көрсетілген қысым туралы. Ең алдымен ұжымдастыру саясатының кесірінен негізі жерінде ашық шоттардың 450 миллион мал болған. Оның саны 10 есеге кеміп, 45 миллионға азайған болады. Бір қойдың еті бір өзі жеп, қылмыстық санасымен ішкен халықтың жағдайы сол жолы түсіп кеткеніне Ғабит Мүсіреповтің іші ашылды. Сол себепті ол тәржімеге Сталинге. Бірақ ол хат қалашы кетті. Ең алдымен хат Сталинге жазылады, бірақ жүктеген жүктесіне барамын суреттеп баяндаған ниетте жақсы отырайық. Енді қазір біз байқағанда 3 топқа бөлініп отырмыз. 3 топқа қазір лидер сайлаймыз. Сол лидер сабақ бойы кім қатысты, қарабаламыз мына жерге оқушының аты жөнін, сосын әр тапсырмада неше балл алу керек, сол балл мынада көрсетілген. Осыған топташылары бағалап отыру керек. Мына топта кім болады? Мына топта енді ең алдымен шығарма кейіпкерлермен өрбитетіндер сосын толтырады. Шығарманың негізі кейіпкерлер, кейіпкерлер сөйлеп қояды, олармен монолог жүргізу, диалог жүргізу арқылы автор шығарманың өн бойын, шығарманың идеясы тақырыбын сол кейіпкерлер арқылы ашады. Кейіпкерлер сөйлеп арқылы оның жан дүниесін, мінез құлқын, оның психологиясын оның сөйлету арқылы бейнелейді. Енді қазір бізде бірінші тапсырма осы кейіпкерлермен байланысты болады. 3 топқа қазірмен 3 кейіпкер беремін. Мына ақпаратта 3 кейіпкердің сөзі үзінді берілген. Осы үзіндіге қарай отырып, осы кейіпкердің мінез құлқын, іс-әрекетін баяндайтын болып, мысалы, мына топқа елеусізді берсек, елеусіздің үзіндісі берілген. Ал мына топта Иванов, яғни Иванов деген кім? Соны жазамыз. Ал мына топта Нұрхан, яғни қалың астынан сөйлеуші жырау Нұрханның мына үзінді оқиды. Шығарманың негізгі басты кейіпкерлері Голощекин, Ғабит Мүсірепов, Тұрар Рысқұлов, яғни 3 кейіпкерлі, тағы да осы кейіпкерлермен сол тапсырма болсын. 3 кейіпкер беремін. Жәнегідей, ол кейіпкердің ұстанымын, іс-әрекетін және де оның мінез құлқын, яғни сөйлеген сөзінен қандай мінезін байқаймыз. Оның жаңағы мысалы Ғабит Мүсіреповтың мына өзінде осындай қайратын байқаймыз, оның мінезін осы жерде байқаймыз деген сияқты өзіндік келтіру арқылы екінші тапсырманы орындаймыз. Мына топқа Голощекин, мына топқа тапсырманы орындап көрсеңіз. Тыңдаймыз қалаларымыз. Сталинге беседу как
Тақтада көркемдегіш құралдар берілген мысалдар, сол мысал қай көркемдегіш құралға жатады. Соған тер мысал ирония болса, ирония, теңеу болса, теңеу деп соның жанына дәптерге жазамыз. Тегіш құралдардың ережесіне танысып алайық, сосын барып ары мысалдар оқитын боламыз. Ең алдымен ирония дегеніміз не екен? Кім оқиды? Ирония дегеніміз не? Қолдап айтыңыз. Мысал? Жазушылар. Жазушы сынақ. Жақсы. Оқиға келесіз ережені. Теңеу дегеніміз не екен? Қандай жұрнақпен жасалады? Бәріміз аяқтатып қояйық. Енді келесі соңғы тапсырмаға назар аударайық. Қазір мен әр топқа мынадай қима қағаздар беремін. Тыңдап аласыз. Қима қағаздар беремін. Бұл қима қағаздың бір жағында сұрақ, бір жағында жауап жазылған. Сол сұрақ пен жауапты беттестіріп, үлкен дұрыс құрауымыз керек. Байланыс бүгінгі сабақтан, яғни бүгінгі сабақтан ғана емес, бұл қорытынды сабақ деп айтты. Біз бесеудің хатын оқыдық, толығымен талдадық. Кейіпкерлерді енді осы параққа, осы шығарма бойынша өмірлік түйгенімізді жазамыз. Тұжырым, яғни өмірлік тұжырым. Қандай тұжырым сендер осы шығарма арқылы өздеріне алдыңдар, немесе осы шығарма сендер қалай әсер етті, немен таныс болдыңдар дегенді осы параққа жазып, қазір маған өткізесіз. Жалғыз поэмасы, жалғыз поэмасы. Ең алдымен автормен танысып береміз. Жәркен Бөгешұлы дегеніміз кім екен, оның шығармашылығымен танысамыз. Келесі сабақтарда жалғыз поэмасын талдайтын боламыз.